Мен Мұстапаева Биғайша Абубакировна Түйбекент орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі болып, 34 жылдан бері жұмыс жасаудамын. Мектебімізде оқушылар мен ересектердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін барлық санитарлық шаралар қарастырылған. Кезекші сыныптардағы сабақтардың өтілу талаптарын ескере отырып, санитарлық талаптар қатаң сақталуда. Сіздердің назарларыңызға 2 А сыныбында қазақ тілі пәнінен зат есімнің жекеше және көпше түрі тақырыбында өтілген сабақты ұсынбақпын. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау, бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу, зат есімнің жекеше және көпше түрлерін ажырату. Сабақ мақсаты мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжайды, бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазады. Зат есімнің жекеше және көпше түрлерін ажыратады. Саламатсыздар ма балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Отырамыз орнымызға. Жақсы, сабаққа дайынбыз ба? Онда алдымыздағы күн шуақтарымызды алып, өзіміздің күнгі сабаққа деген көңіл күйімізді білдіре қояйықшы қазір. Күн шуағымызды алып. Сабағымызда бірінші үйге берген тапсырма қайталап алайықшы. Үйге берген тапсырма Ақсезім айта қойшы. Жұмыртқаладан деген тауықтан, жұмыртқадан деген тауықтан, жұмыртқаламас деген қауіп бар. Қауіп бар. Бақжан қайталай қойшы. Жаңылтпашты жатқа айту болады, не? Жазу. Жұмыртқалар деген тауықтан, жұмыртқаламас деген қауіп бар. Тамаша. Яғни балалар, біз осы үй тапсырмасын орындауда біз не істеп келдік? Қазір айта қояйықшы, не істедік? Тамаша, жаңылтпашты жатқа жазды. Ал енді екінші тапсырма не еді? Жаңылтпаштан зат есімнің жекеше көпше түрін анықтау болатын. Жұмыртқалар, тауықтар. Бұл зат есімнің қай түрі? Көпше түрі. Ал жекеше? Жұмыртқа, тауық. Яғни біз үй тапсырмасын орындауда тағы екінші тапсырмада нені ескердік? Зат есімнің жекеше көпше түрін ажыраттық. Ал зат есімнің көпше түрі қалай жасалады? Аружан айта қойсын. Тер нелер олар? Қазір көмектесейікші. Жалғаулар. Жалғаулар жалғану арқылы жасалады екен. Тамаша. Отыра қоямыз. Бағалап қояйықшы Аружанды. Ой, тамаша, жақсы. Олай болса балалар. Біз өткен тақырыптарды қайталау үшін мынау табан ізін басуға кім бар ол біздің ішімізде? Кім шыққысы келеді? Ал Нұрберген, әр кезде жігіт бастау керек, келе ғой. Нұрбергенге бірінші сұрақты мен бастайын. Ал Нұрберген, зат есім мағынасына қарай. Зат есім мағынасына қарай бірнеше бөлінеді. Неге бөлінеді? Сөз таптарына. Сөз таптарына бөлінеді. Тамаша. Келесі сұрақты кім қояды? Зат. Зат есім дегеніміз не? Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есімдегі кімдер, не, нелер деген сұрақтар
бастапқы болады. Тамаша. Зат есім мағынасына қарай неше топқа бөлінеді? Зат есім мағынасына қарай бірнеше топқа Жоқ, бөлінеді. зат есім мағынасына. Үшке. Мағынасына қарай. екіге Екіге. Қандай еді? Бір қосылды. Зат есім. Көпшекілі. Ол құрамы. жалпы есім Жалпы есім және жалпы есім. Жалпы есім дегеніміз не? Жалпы есім дегеніміз кісінің аты жөні, жер су аттары, жан жануарларға қойылатын сұрақта жалпы есім Сұрақ дейміз. береміз. Атауларды. Атауларды жалпы есім дейміз. Жалпы есім әр уақытта бас әріппен жазылады. Тамаша. Жалпы есім дегеніміз не? Жалпы есім дегеніміз жалпы есімнен басқа сөздерді жалпы есім дейміз. Жалпы есім кіші әріппен жазылады. Тамаша. Көптік жалғаулары. Көптік ла, дер, тер, дар, тар, Тер. тер. Бар. Ла көптік жалғау. Жалғау дегеніміз не еді? Жалғау дегеніміз сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейміз. Ал жұрнақ дегеніміз? Жұрнақ дегеніміз сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейміз. Тамаша. Ал енді зат есімнің жекеше түріне қандай сұрақтар қойылады? Жекеше. Ата, Сұрақ. Дұрыс, ата. Атаға сұрақ қоямыз. ата, Жоқ, сұрақ қоямыз. Сұрақ. Қыз. Кім? Ата. Кім, иә? Яғни зат есімнің жекеше түріне қандай сұрақ қойылады? Кім? Не? Ал көпше түріне келесіге көше қойды. кім не? Кім кімдер? Не нелер? Тамаша. Өте жақсы. Кәне, тағы бір оқушы келсін. Ал Айзере келе оқиды. Аружан сұрақ қояғыш. сөз мағынасына қарай нешеге бөлінеді? сөз мағынасына қарай Жалпы есім. жалпы есім Жақсы. Қояғыш сұрақ. Жалпы есім дегеніміз не? жалпы есім дегеніміз жалпы есімнен басқа зат есімдерді жалпы есім дейміз. Жалпы есімдер кіші әріппен жазылады. Тамаша. жалпы есім дегеніміз кісінің аты жөні, жер су аттары, жан жануарға қойылатын атауларды жалпы есім дейміз. Жалпы есімдер бас әріппен жазылады. Адамға қойылатын сұрақтар бар. Қандай? Адамға қатысты сөздерге. Кімдер? Кімдер деген сұрақ қойылды. Толық айтамыз. Нұрислам сұрақ қояғыш. Синоним Синоним дегеніміз. дегеніміз не? Синоним дегеніміз мағынасы бір-біріне Дыбысталуы қандай? дыбысталуы әртүрлі, бірақ мағынасы бір-біріне жақын сөздерді синоним сөздер дейміз. Тамаша. Айзере. сөз тақтары дегеніміз Сөздер мағынасына. сөздер мағынасына қарай бірнеше сөз тақтарына бөлінеді. Қазақ тілінде неше сөз табы бар? Қазақ тілінде сөз табы бар. Жақсы. Кім сұрақ қояды? Маржан. Зат есім екіге бөлінеді. Мағынасына қарай екіге бөлінеді, құрамына қарай да екіге бөлінеді. Сәл ол жағынан көбірек өте қойған жоқпыз. Амоним дегеніміз. Амоним дегеніміз дыбысталуы бірдей, бірақ беретін мағыналы әртүрлі сөздерді амоним сөздер дейміз. Артына қояған сұрақ. Антоним дегеніміз тілімізде мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сөздерді антоним сөздер дейміз. Қаны бағалап қояшы. Өте тамаша. Рахмет. Өте тамаша. Кел, Димаш, айта қойыншы. Келе ғой. Кім батыл? Ал Димашқа сұрақ кім қояды? Нұрберген қоя қойшы. Зат есім дегеніміз не? Бастайық. Заттың. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есімге кім кімдер, не нелер деген сұрақтар қойылады. Тамаша. Ары қарай кім қояды сұрақ? Маржан.
Жақсы, тамаша. Көптік жалғауын айта қойшы. Қазір. Көптік жалғаулары. Лар, лер, дар, дер, дер, тар. Тамаша. Ал, мөлдір қояқын. Амоним дегеніміз не дейді? Дыбысталу бірдей мағынасы әртүрлі сөздерді амоним сөздер дейміз. Жақсы. Аружан, Аруна. Ата деген сөзді дыбыстық талдау жасайды. Ата сөзіне дыбыстық талдау жасап беріш дейді. Ата сөзінде үш дыбыс, үш әріп, екі буын бар. А жуан дауысты дыбыс, Т қатаң дауыссыз дыбыс, А жуан дауысты дыбыс. Тамаша. Арсен қояқын. Сағат сөзіне дыбыстық талдау жасаш. Сағат сөзінде бес әріп, бес дыбыс, екі буын бар. С қатаң дауыссыз дыбыс, А жуан дауысты дыбыс, Ғ ұяң дауыссыз дыбыс, А жуан дауысты дыбыс, Т қатаң дауыссыз дыбыс. Тамаша. Ал балдар, одан артық сабағымызды жалғастыра берейік. Бүгінгі біздің сабағымыз, екінші сағатымыз зат иесінің жекеше және көпше түрі. Біз бұл сабақта нені білеміз балдар? Бұл сабақта біз зат есімнің жекеше көпше түрлерін ажыратуды үйренеміз. Яғни нені білуіміз керек екен? Қайталап айта қойыңызшы. Бәріміз бірдей балдар. Ажыратуды үйренеміз, ажыратуымыз керек. Және өлең құрастыруды үйренеміз. Ал айтайықшы, және біздің сабағымыздың ең басты мақсаты осы болады. Олай болса, мен қазір сендер бәріміз тақтаға көңіл аудара отырайық. Мен мынаны жабыстыра берем, сендер оқи беріңдер. Ал маған айдана оқи қойшы. Қаттырақ оқы. Жем жесін де семірсін, көгешін келер жемірсін, балалар жем себелі. Өлең ұйқас бар ма? Жоқ. Не ұйқашы? Көгершін, жем де семірсін, көгершін келер жемірсін, балалар жем себелік. Бар ма жоқ па? Ойланыңдар. Айтып көріңдер өздерің айтып көріңдер. Ал Нұрберген айта қойшы. Нұрберген жоқ дейді. Ұйқасының жоқ дейді. Жоқ екенін неден байқап тұрсың біріншіден? Оқылуға қарайшы. оқылудың өзінде аңғарып тұр. Дұрыс, мен де Нұрбергенге қосыламын. Ол өлеңдердің орны Көгершін, көгершін. Тамаша. Қане? Бақшан келе ғой, ал құрастыршы. Көгершін дейді. Жоқ, тұра берме. Жоқ, мынаны қояды. Жоқ, бүйтіп қоясыз, мынаны бүйтіп қоясыз. Жақсы, мынаған сөйтіп тұра берсін, аға. Ал енді оқиық. Көгершін келер жеміршін. Мадина, тағы бір жол оқиғыш. Көгершін келер жеміршін, балалар жеміс себелік. Жоқ, дұрыстап оқимыз. Балалар. Жем себелік, жем жесін де семірсін. Жем жесін де семірсін. Енді ұйқас болды ма өлеңге? Яғни балалар, өлең жолында орындары ауысып кетсе өлеңге, ол ұйқас біріншіден болмайды, екіншіден оның мағынасы берілмей қалады екен. Тыныс белгілерінің өзінде де назар аударсаңдар болады. Ал енді айтып отқан көгершініміз не ол балалар?
Құс. Дұрыс айтады. Қуаныш айтады ғой, әдемі айтып жатрсың сен. Бақыт әкелетін құс дейді Қуаныш. Қандай құс деп бағалаймыз? Өте тамаша ойын. Тыныштық әкелетін құс. Тыныштықтың белгісі. Бейбітшіліктің белгісі. Деп біз оны бағалайды екенбіз. Көгершін бейбітшіліктің, дұрыс айтасыздар, тыныштықтың, бақыттың белгісі. Ал тыныштық дегеніміз не? Ешкім жоқ, біз онда тыныштық бола ма жіберетінде? Ойланайықшы. Тыныштық дегеніміз не? Біздің сабақта суламай отыру ма? Өрт шықпаса, айта бер өзіңді. Қауіп болмаса. Тағы. Тыныштықтың бірден-бір бұзатын солар, өрт, қауіп. Тағы қауіптің үлкені не ол? Карантин. Қауіптің үлкені карантин. Тамаша. Қандай біз айтамыз? Су апаты. От апаты. Қар көшкіні. Қандай ойымыз? Боран. Тыныштығымызды бұзады. Жаңбыр. Жаңбырдың бәрі емес енді. Бұршақ, тыныштығымызды бұзатын. Найзағай. Бұның барлығы өмір қауіпсіздіктері. Өмір қауіпсіздіктері сақталса, біздің тыныштығымыз да сақталады екен. Ал балалар, осы жерде бейбітшіліктің ең бірінші соғыс дегеннен басталған. Біздің тыныштығымызды бұрын мұндай көп апаттар болмаған, елдің, халықтың тыныштығын бұзатын соғыс деген болған. Міне сол кезде сол соғысқа қарап тыныштығымыздың, бейбітшілігіміздің, ынтымақтың белгісі деп бағалаған екен көгершінді. Білдік пе балалар? Яғни біздің тыныштығымыздың, бейбітшілігіміздің, бақытымыздың белгісі көгершін деп бағалайды екен. Ал енді, осы жаңа сөйлем құрастыру деді. 5 сөйлем құрастырып жіберейікші бе? Көгершін, тақырып көгершін. Қандай? Мейірімді. Екі-ақ сөз. Мейірімді, сүйкімді. Жақсы. Не істейді? Ұшады. Қонады. Тағы да. Осыған жаңа біз айтқан әңгімеміздегі қатысты сөздерге айтайықшы. Жоқ. Етістік жұмыртқалайды. Ол нені сақтайды дедік? Бейбітшілік пен тыныштықты сақтайды. ұшады, жұмыртқалайды деп айтсақ болады. Ішеді, жейді демей, ол ең бірінші тыныштықты сақтаудың белгісі екен. Ал сөйлем. Тыныштықты белгісі. Тамаша. Енді кеп деп алсақ болады. Яғни синоним сөздерді алуға болады. Тамаша. Міне өлең құрастырып тастадық. 50-ші жақты бұл. Ақсезім оқимыш не дейді? 50-ші жақты бұлар. Жоқ, тапсырманы оқимыз. Мәтінді көшіріп жаз. Жасалады. Ал кітапты жабамыз, оқыдық. Мен сендерге жат жазу айтамын, сендер соны жазыңдар. 50-ші жаттығу. Мәтінге қатысты. Түйе. Онда тақырыбын жазамыз. Тақырыбы түйе. Қаламсапта қалай істейміз?
Metninde biz qanday yoldan yazamız? Azat yoldan yazamız. Yani söyleyeyim, tüyü dört türlüktün biri. Tüyü azat yoldan basacağız. Azat yoldan. Azat yoldan. Her birindesin sahtayımız kölbü. Dur sotamız bakalım. Dur sor. Tüyü. Tüyü. Dört türlüktün biri. Ne var? Sızık şağı var. Sızık şağı var. Tüyüdün giyin sızık şağı var. Ol şölge tözümde. Ol. Kölbü ve demek yazamış. Şölge. Tözümde. Tözümde. Tüyünün. Şubat. Şubat. Rasalar. Endi biz o'sha yerda o'sha matnning ishindagi so'zlardan zakisini anықтаймыз. Kan Aydana birinchi so'zlamda o'qim. Endi aytamiz so'zlamdagi. So'zlamdagi. Tüyü. Al endi so'rab qo'yamiz. Niye? Zaten çekiştirme, köpüştürme. Zaten tüyü, çekiştirme, tüyü. Çekiştirme, köpüştürme. Niye köpüştürür? Akşam kişisini sabah taşırmaya aldın. Köpüştürü, karşı sabahın başında Ankara oldu. Sen o şükür seni can olucu verdin. Sen sebep kişi, en sağlığına bayansız sabahta gelmeye kaldan sebebini oldu. Mallar beni bakın, mallarına nesli fikrine kulak açsın. Жекеші. Өйткені ол жерде жалғау жалғанып тұрған жоқ. Жалғау жоқ, жалғыз өсті. Ал енді жалпеsin бе, жалпеsin бе? Жалпеsin, дұрыс айтасыңдар. Жалпеsin әр кезде қандай әріппен жазылады? Кіші әріппен жазылады, дұрыс айтасыңдар, кіші әріппен жазылады. Яғни түйе бұл жерде зат есім екен, соның ішіндегі жалпы есім, соның ішінде құрамына қарай жекеше түрі екен. Ақ сезім екінші сөйлемді оқимышы. Ол шөлге тізілді. Сөйлемді қойса болады, біз себебі оны өткен жоқпыз, иә? Ол түйе шөлге төзімді. Жекеше ма, көпше ма? Жекеше. Жалпы ма, жалпы ма? Жалпы. Жекеше ма, көпше ма? Жекеше. Жақсы. Димаш, соны сөйлемді оқышы. Көпше. Сөйлемдегі бірінші закесін тауып алайық. Түйенің дұрыс закесін, бірақ оған айттым өткен жолы. Жалғау жалғаныпты. Біз онан төртінші сыныпта өтеміз. Дұрыс, ол түбірі закесін. Ал негізгі закесін тарайықшы осы жерде. Шұбар. Түйенің үсті не дейді екен? Шұбар. Жалпеsin ба, жалпеsin ба? Жалпеsin.
Ал енді жаңа Мағжан мына жерде көңіл бөлмеді, Мағжан тақтарға қазір қараймыз. Мынау жұмыспен қазір бұлар Мағжан жеке өзің айтайын, бұлар көптік жалғаулар. Лар-лер, дар-лер, тар-лер, бұлар көптік жалғау. Яғни зат есімге көптік жалғаулары жалғану арқылы зат есімнің көпше түрі жасалады. Түсіндің бе Мағжан? Жаңа түйе дегенге мына жерде қай жалғауды жалғайтын ең? Түйе. Онда ол көпше болды, көрдің бе? Түйе дегеніміз жалғыз бірақ бек. Түйелер болса ол көп, екеу, үшеу, одан да көп бола береді екен. Ал жалғау дедік. Жалғау сөздің мағынасын өзгерте ме, жоқ сөзбен сөзді байланыстырып жүрмеді? Жалғау не істеуші еді? Сөзбен сөзді байланыстырады, көрдің бе? Яғни сөздің мағынасы өзгермейді. Оқулықтағы келесі 51-ші жаттығуға қарай қоямыз. Сиыр, құлын, ешкі, жылқы, түйе, лақ. Тамаша. 51-ші жаттығу дейміз. 51-ші жаттығу дейміз. Бір жолдастаймыз. Көлбеу. Бұлар жекеше тұр ма, көпше тұр ма? Жекеше. Онда жазамыз. Ішіне жекеше, сыртына көпше тұрын орындаймыз. Жазамыз. Бір үшеуін ғана жазайық. Есімізде қалу үшін, қайталау үшін. Сиыр. Сиырлар деп бөлек жазамыз. Сиыр жаз. Сиыр дұрыс, дұрыс жазылады. Сылық жағылымыз. Сен бірден көптік жалғауын ажырады. Аттар, ешкілер. Мына жерде ат деген сөз бар, Мағаш? Енді бар ма мына жерде? Қош. Не бар екен? Ат, сиыр, құлын, ешкі. Атымыз не екен? Жылқы. Жарайды, түсіндің бе? Құлын, құлындар. Сиыр деген сөзді қате жіберді. Сиырлар? Құлын? Құлындар? Ал қыз? Кім? Қыздар? Кімдер? Мұғалім? Кім? Мұғалімдер? Кімдер? Яғни кімдер сұрағы кімдерге қойылады екен? Адамға ғана. Ал адамнан басқа заттардың барлығына нелер деген сұрақтар қойылады. Зат есімнің жекеше түріне қандай сұрақ қойылады екен? Кім, не, жекеше түріне деп тұрмын. Сұраққа мән береміз. Нұрислам, сабаққа қатысамыз. Ал көпше түріне? Көпше. Кімдер? Нұрислам, сабаққа қатысып отырамыз. Түсіндік пе? Дәптерді жабамыз, кітапты жабамыз. Балалар, мен жаңа сендердің алдарына бір қима суреттер бергенмін. Сол суреттер бойынша. Мадина, кел. Қай? Нау. Мен начали өшіп тастайды. Қай банкиге салады екенбіз? Анау? Мен ау. Атын айтып, не екенді мен жұмыс. Тексеріп бағалап отырамыз. Құлын. Келе ғой. Ортасына. Келе ғой. Қарлығаш. Тар. Қай жалғау банкиге апарады екенбіз? Тар банк. Сен ашық бол. Келе ғой, келесі. Мұрат, тез. Қаз. Шетіне қойып. Қаздар. Келесі. Келесі. Қозылар.
тамаша. Жалғауды дұрыс жалғап жатырмыз. Кел. Сиыр. Лар дейді. Кел, Ақсезім. Нұрберген келді ғой. Келі ғой Аружан. Ал. Үйрек, тер, тамаша. Мағжан. Айдана келі ғой. Тоқта тұр. Аттарға болып, тағы. Мейлі, аттарға қойып. Аттар дедім. Жылқыларға да болады. Бұзаулар. Ешкі. Не мынау? Қой. Қойлар. Несі? Сүйретілерді қойырсың ба? Түйе тауық. Түйе құс бөледі. Түйе тауық. Тар. Балдарыма біздің қимамыздың ішінде түйе тауық та отырамыз. Біздің қимамыздың ішінде қай банкіге жалғаулардың банкісіне сөз жетпей қалды? Дер банкісіне. Ал, сөз табылдыршы. Дер. Есік. Тер. Бесік, тер. Жалғауды шылғаймыз. Ел. Дер. Жасы. Немере. Дер. Тамаша. Дер бүгін тұрмыз. Дер. Емен дер. Амен таксистіме қалып кешірім. Дермен дер. Гүл дер. Онда бар болды. Кімдер? Кімдер? Бұлар кімдер? Тұрсыздар. Тамаша балалар. Тамаша. Бүгінгі сабақтар өте белсенділік танытып, өз ойларыңды айтып, жатқандарыңа сендерге рахмет айтамын. Сонымен бірге серпіл жасап келешікер. Бір. Не еді? Аяқтың ұшымен тұру, бір-біріне қарап күлу. Екі. Қолды жоғары көтеру, созылу. Үш. Жиырылу, керілу. Бәрін қайтадан бастаймыз кәні. Алты. Денемізді бұрамыз. Жеті. Терең демаламыз. Сегіз. Отырамыз. Тамаша. Балалар, жалғаулар банкісіне сөздерді орналастырып. Мағжан, енді білдің бә? Жекеше көпше тұрды. Олай болса, бүгінгі сабақта не үйреніп, не білдік? Мен де әдіс арқылы сабақты қорытындылаймыз. Ал, кім айтады? Ал, Аружан. Ажырақты. Мен. Білдің, я? Тамаша. Өлең құрастыруды үйрендім. Әдемі жазуды үйрендім. Тамаша. Әдемі оқуды үйрендім. Көптік жалғаулардың жалғануын үйрендік. Мен де балалар, бүгін сендердің көп нәрсені білулеріңе септігін тигізіп, осы арқылы мен де сендерден кейбір сөздерді үйреніп жатырмын. Рахмет бүгінгі сабаққа. Ал енді бүгінгі көңіл күйдер тапсырмаларды толық орындап шықтым десек, Ысмайыловты мұнда келіп, күлекешке тапсырмаларды орындауда шапшаңдық таныталмадым десек, мұнда кән аты жөндерімізді әкеп жаздырамыз. Ашық айтып, ашық жазамыз. Жай қарып жапсыра салмаймыз.
шынайы істейміз балалар. Нақты шынайы қоямыз өзімізге бағамызды. Мен қарап тұрамын қазір. Өздерін бағал. Бұл өзін өзі бағалар, я? Күнделікке жазады. 50-ші жаттығу, 58-ші бет. Алла, бүгінгі сабақта өте белсенділік танытып, оқушыларға алғысым шексіз, атап айтатын болсақ, Ақсезім, Айзере, Нұрмұхаммед, Нұрберген, Мөлдір, Аруна, Аружан, Айдана, Мағжан. Міне осылар бүгінгі сабақта өте жақсы белсенділік танытты. Мұрат, Нұрислам, қуаныш, кішкене дауыстарыңызды шығарып, білгеніңізді көрсетуіңіз керек. Ал сабақ